Бүгін 8-ші сынып ТЖВ тапсырмасының 1-ші нұсқасын орындаймыз. Бірінші тапсырма. Теңдеудің коэффициенттерін тауып жазыңдар. Раб квадрат теңдеуде А коэффициенті, Б және С болады. А деген x квадраттың алдында тұрған сан, ол 2-ке тең. Б деген x-тің алдында тұрған сан, ол минус 15-ке тең. Таңбасымен бірге аламыз. Келесі С дегеніміз бос мүше, ол 28-ке тең. Бірінші тапсырма аяқталды. Келесі. Берілген квадрат теңдеулердің ішінен келтірілген квадрат теңдеуді табыңдар. Келтірілген дегеніміз А1-ге тең деген сөз. Бұл жерде А1-ге тең, мынау 9-ға тең, мынау 3-ке тең, мынау 1-ге тең, демек В. Жауабы В. Келесі. Үшінші тапсырма. Теңдеуді шешіңдер. Квадрат теңдеуді дискриминантпен шешеміз. Бірінші коэффициенттерін жазып алайық. А 15-ке тең, Б 8-ге тең, С 1-ге тең. Енді дискриминантқа саламыз. Дискриминант тең 8-дің квадраты азайту 4, көбейту 15, көбейту 1. 8-дің квадраты 64, азайту 4-ті 15-ге көбейтсек 60, 11-ге көбейтсек 60. Бұл дегеніміз 4 шығады, 10-ті бір астан шығарсақ, плюс минус 2. Енді x1, x2-ні табайық. x1 мен 2-ні. В минус 8-ге тең. Минус 8. Жерде минус 8-дің квадраты. Сонда 8 қарама-қарсы таңбамен жазамыз. Минус 8 деп жазамыз. Қосу азайту 2. Бөлімінде 2 көбейту А. А 15-ге тең. Тең. Сонда бірінші қосуын орындайтын болсақ. Астында 30, үстінде 10 шығады. Сонда бөлшекті қысқартсақ 3-тен 1 деген бөлшек. Келесі. Азайтуды орындайтын болсақ минус 6, жоғарысы төмен 30. Сонда қысқартатын болсақ минус 5-тен 1. Жауабы x1-іміз тең болады 3-тен 1. x2-іміз тең болады минус 5-тен 1. Теңдеуді шештік. Келесі. Теңдеу берілген x1 мен x2-ның қосындысы және x1 мен x2-ның көбейтіндісін тап. Қосындысы минус пиға x1 көбейту x2-ның көбейтіндісі q-ға тең болу керек. Q дегеніміз 48, минус пи дегеніміз минус 16. Демек, x1 мен x2-ның қосындысы 16-ға тең. Ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі 48-ге тең. Келесі 5-ші тапсырма. Квадрат теңдеу берілген. М-ның қандай мәнінде теңдеудің бір ғана түбірі болады? Берілген теңдеудің түбірлерін табыңдар дейді. Бір ғана, қандай жағдайда бізде квадрат теңдеудің бір ғана түбір болады еді? Біз дискриминантымыз 0-ге тең болған кезде, Мен дискриминантқа салып жазып алайық. М квадрат азайту 4, көбейту 25, көбейту 1 тең 0-ге. Сонда м квадрат минус 100 тең 0-ге. 100-ді мына бетке өткіземіз, плюс болып етеді. М квадрат тең 100. М-ның өзін табу үшін 100-ді түбір астына аламыз. Сонда м нешеге тең болады? М тең плюс минус 10-ға. Енді берілген теңдеудің түбірлерін табыңдар. Ары қарай бізде теңдеуіміз шықты ғой. Мынандай теңдеу шықты. 25 x квадрат қосу 10x қосу 1 тең 0. Осыны дискриминант арқылы шешеміз. Дискриминант тең болады 10-ның квадраты азайту 4, көбейту 25, көбейту 1. Бұл жерде неше шығады? 0 шығады. Себебі біз айттық қой. М-ның қандай мәнде теңдеудің бір ғана түбірі болады деп.
Енді x-ті табамыз. X-іміз минус 10 плюс минус 0 бөлінген 2 көбейту 25. Демек, минус 50-ден 10, ол тең қысқартатын болсақ, минус 5-ке қысқартамыз. 10-ға қысқартамыз, минус 5-тен 1. Сонда жауабымыз x тең минус 5-тен 1. Бұл теңдеудің түбірі. Келесі 6-шы тапсырма, бөлшекті қысқартыңдар. Бөлшекті қысқарту үшін бірінші жоғарыда да квадрат теңдеу, төменде де квадрат теңдеу тұр. 32-ні шешіп алайық. Біріншісін шешетін болсақ. Дискриминант тең 9-дың квадраты минус 9-дың квадраты азайту 4 көбейту 5 көбейту минус 2 тең 81. Мына жер минус пен минус көбейтіліп плюс болып кетеді. 4-ке 5 20. 20-ға 2-ні көбейтсек 40. Қосатын болсақ 121. 121 деген түбір астынан неше болып шығады? Плюс минус 11. Енді x1 мен x2-ні тауып алайық. x1 мен 2. 9 қосу азайту 11 бөлу 2 көбейту 5. Енді 2 түбірді табатын болсақ. 10-нан 20 ол 2-ге тең. 10-нан 10. 10-нан 10 деп ма? 10-нан 2 минус ол минус 0,2 деген сөз, я? Енді мұнан жоғарысын былай жазбасақ болады екен. X қосу азайту 2. X қосу 0,2. Төменінде дәл солай квадрат теңдеуді шешеміз. X квадрат азайту 3x қосу 2 тең 0 деген квадрат теңдеуді шешсек. Дискриминант тең минус 3-тің квадраты азайту 4 көбейту 2 көбейту 1 көбейтсек 9 азайту көбейтсек 8 1 ол плюс минус 1 болады. x1 мен 2-ні табатын болсақ 3 қосу азайту 1 бөлу 2 қоссақ 4 2-ке бөлсек 2 азайтсақ 2 2-ні 2-ке бөлсек 1. Енді бұнда осылай жазып аламыз. X азайту 2, X азайту 1. Міне, мына жерге қарама-қарсы таңбамен алып келеміз. Бізде 1, 2 деген оң сандар шықты, бірақ мына жерге минус деп жазамыз. Ал мына жерде міне біреуі оң сан, оны теріс қып жаздық, азайту, мына жерде теріс сан, оны оң қып жаздық. Енді қараймыз, ұқсасы бар, я? Мына екеуін қысқартып тастаймыз, сонда бөлшегіміз қысқарғанда не қалады? X қосу 0,2, астында X азайту 1. Осылай қалады. Келесі теңдеуді шешіңдер. Бұл жерде бөлім 1-де қып алуымыз керек. Бөлім 1-де болу үшін бірінші бөлімін аламыз. X тең болмауы керек 3-ке, және X-іміз тең болмауы керек минус 3-ке. Неге? Себебі мына жерде бөлшек түрінде беріліп тұр ғой бізде теңдеу. 3-ке тең болып қалатын болса, оннан 0, ал бөлшектің бөлімі 0-ге тең болуы мүмкін емес. Ал мына жерде минус 3 болатын болса, тоже 0 болып кетеді. Бөлшектің бөлімі ешқашан 0-ге тең болуы мүмкін емес, я? Ондай нәрсе дұрыс емес. Себебі санды бөлшек деген бөлу деп айтамыз ғой, санды 0-ге бөле алмаймыз. Енді былай жасаймыз. X минус 4, X минус 3 тең 2x қосу 4, x қосу 3. Міне, бұлайнан көбейттік. Мынаны мынаған, мынаны мынаған. Енді ары қарай жақшаларды ашайық. X-ға x көбейтеміз, x квадрат. X-ға минус 3 көбейтеміз, минус 3x. Минус 4-ке x көбейтеміз, минус 4x. Минус 4-ке минус 3-ті қосу 12. Тең 2x квадратқа x көбейтеміз, 2x квадрат. 2x-ке 3-ті көбейтеміз, қосу 6x. 4-ке x көбейтеміз, 4x. 4-ке 3-ті көбейтеміз, қосу 12. Енді x квадратына бетке өткізсек, 2x квадрат азайту x квадрат. Ол бізде x квадрат қалады. Мына екеуін қоссақ 10x
екеуінен минус 7х шығады. Мына бетке өткізсек қосу болып өтеді, сонда қосу 17х. Ал 12-ні мына бетке өтсек минус 12 болып өтеді, 0 болып кетеді, тең 0. Міне бізде осы теңдеу ғана қалады. Х квадрат қосу 17х тең 0. Бұл жерде квадрат теңдеуге келмейді, себеп бұл жерде бізде бос мүше жоқ болып тұр. Демек, бұны былай шешеміз. Х-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішіне 1х қалды, қосу 17. Мынаның х-ін жақшаның сыртына шығарып жібердік, тең 0. Мына жерде х тең 0 және х қосу 17 тең 0 деп бөлек 0-ге теңестіріп аламыз. Міне бізде бір түбір дайын. Келесі түрді табатын болсақ, х тең 17 мына бетке өткізсек минус 17. Х бірінші түбіріміз 0, х екінші түбіріміз минус 17. Осы теңдеуіміздің жауабы осы екеуі.